Қазақ даласында тарихи осындай орын мекендер өте көп та. Адам тарихын білгенде, өзіміздің кім екенімізді білгенде, ол жандылық деген адам бойында басым болады. Кәдімгі бабаларымыздың әрқайсысын жеке-жеке талдап, тарихын бай таратып, оны терең зерттейтін болса, сондай башқан кезде әлемді мойындатып, аттары жер жарған адамдар олар әрқайсысы. Біз 2015-те сол неде болдық, Ленинград, Санкт-Петербургте болды. Кейін сол бір күндік осындай тур ұйымдастырып, сол бізді Ленинградқа алып барды, Санкт-Петербургқа. Сол жерде Эрмитажда болдық та, енді әлемдік музей ғой. Сол жерде мен көзіммен көргенім, кәдімгі мектеп оқушылары, университеттегі жоғары оқудағы студенттерді кәдімгідей автобусқа тиеп алып, балаларды осындай тарихи жерге отырғызып қойып, балаларды тарихшылар аларды көзімен көрсетіп тұр, ана жерден дәріс беріп жатқанын көрдім да, ана жерде. Ал оны балалар ана жерде көзімен көріп, ана жердің аурасын сезінген кезде, ол балалардың жанында қалды ғой, мәңгіге қалды ғой сол сәттер. Тарихымыз біздің сондай екен ғой, біз сондай мықты екенбіз ғой деп жаңа балалардың көзіне қарасаң от жанып тұр да. Ал біздің де тарихымызды қарасақ, біздің тарихымызды сондай бабаларымыздың әрқайсысын осындай тарихи орынға алып келіп деймін енді балаларды. Бұл жердегі өткен дәріс ол өзгеше ғой. Жаңа шейхтің жанында Қожа Ахмет Яссауи атамыз, Абылай ханның өзі, оның өзі бірнеше күн дәріс қойып айтуға болады мына жерде. Жаңа айтқандай қанша батырлар жатыр, көсемдер, сұлтандар, әрқайсысын жеке-жеке соны таратып осы жерде айтылып, сол балаларға сіңірсе деп ойлаймын да. Сол балалар қараса ертең елді, жерді қорғайтын батырлар солар ғой.